Баршаңызға ассалаумағалейкум қазақ елі. Сіздермен Казма Тайм каналы, алғашқы ма жайлы жаңалықтар каналы. Ал біз бастаймыз. Соңғы 2 ай сіз үшін қиын болды, бірақ мен кездесудің қалай өткеніне қуаныштымын. Маған қызық. Сіз ұсынған мәмілеге риза боласыз ба? Сіз қанша төлейтініңізге ризасыз ба? Немесе бұл мәселені әлі талқылау керек деп ойлайсыз ба? Білесіз бе, төлем проблема емес. Менің UFC гонорарына деген көзқарасым осындай. Олар өздерінің әмияндарымен жауынгерді қаншалықты құрметтейтінін көрсетеді. Мен өзімді құрметтейтінімді сезбедім. Мен тіпті оларға айттым, қараңдаршы, жігіттер, мен сұраған айырмашылықты сіз оны қайырымдылыққа бере аласыз. Маған ешқандай айырмашылық жоқ. Мен тек құрмет көргім келеді. Міне, мен оларға айттым. Иә, сондықтан бұл гонорар туралы емес еді. Содан кейін біз көптеген адамдар туралы сөйлестік. Көптеген басқа нәрселер туралы. Менде қазір олар мені қайда көретіні және не істеуге тырысатыны туралы түсінік бар. Мен бұл бизнес екенін және мұндай бизнесті басқару оңай емес екенін түсінемін. Ал осылай не істей аламыз? MMA қауымдастығында бұл туралы үлкен дау бар. Неліктен сіз Чарльзбен күресесіз? Неге титул үшін бірден күреспеске? Сіз бұл тақырыпты UFC мен кездесуде көтердіңіз бе? Иә, мен бұл тақырыпты қозғадым. Иә, мен бұл сұрақты қойдым. Қысқасы, кездесу осылай өтті. Мен жақсы дедім. Бұл жігіт шықпайтын болды. Олар жекпе-жекті онына ауыстырғысы келетінін айтты. Қиын болды. Егер ол қайтадан шықпаса ше. Мен неге Махачевпен шілде немесе тамыз айларында, тіпті егер ол бар болса, ертерек шайқаспаймын дедім. Солай ма? Олар жоқ деді. Ол қазан картында болуы керек. Мен жарайды, жақсы, жарайды дедім. Жалпы, мен бұл тақырыпты қозғадым. Мен неге бірінші нөмірлі үміткер емес екенімді және олар Париге бірінші нөмірлі үміткер беретінін, ол менен жоғары екенін айтты. Міне, сол сәтте мен Джастин Гейджидің айтқанын есіме түсірдім. Егер Дариуш титулды алмаса, онда біз бүлік шығарамыз. Мен қазірдің өзінде үстелді аударып, сол сәтте кеткім келді. Иә, олар оның бірінші үміткер екенін айтқан кезде мен ашуландым. Жалпы, мен сол жерде отырдым және Хантердің айтқанын тыңдадым. Түсінікті, мен оның не істегісі келетінін түсінемін. Ол қарапайым. Ол ойын ойнайды. Сондықтан біз бұл кездесуді өткіздік, бірақ мен 10 маусымды күткім келмейді, өйткені ол шықпаса ше. Ол әрқашан емес. Ол маған қарсы жекпе-жектен бірінші рет шыққан жоқ. Егер ол шықпаса, мен 6 мамырда шыға аламын ба? Міне, оларға осыны айттым. Мен 6 мамырда төбелескенім жақсы болар еді. Мен тіпті басқа біреумен төбелесуді ұсындым. Сол кезде Мойканы жарақат алғанын білмедім. Бірақ мен оларға айттым, айтпақшы. Біз кездесуге барар алдында мен оларға айтқан кезде, менің менеджментім қатты ашуланды. Али, сіз басқа ешкім туралы айтпайсыз, басқа есімдерді айтпайсыз. 10 минут өтеді. Жақсы, мен 6 мамырдың картында қалғым келеді. Егер мен оның жарақат алғанын білмесем және мен Царукянмен күресетін болсам, Мойканоға тағы бір қарсылас берсек ше. Ал Али маған осындай түрмен қарады, сен есіңнен аман қалдың ба? Ол қатты ашуланды. Содан кейін Хантер 1 секунд ойланып, мүмкін деді. Бірақ содан кейін олар жоқ деді. Олар жоқ. Біз Чарльз Оливейрамен жекпе-жек өткізгіміз келеді. Менің ойымша, бұл қисынды. Мен Царукянды жеңген Гамлетті ұрдым. Сондықтан онымен күресудің мағынасы жоқ. Қарапайым, бір түрлі болды. Мен олардың не ойлағанын білмеймін. Мен жай ғана Мойканоның шықпайтынын білмедім. Егер мен оның шықпатынын білсем, мүмкін мен табанды болар едім. Мен білмеймін. Мен шынымен білмеймін. Сол кезде мен қызып кеттім. Сонымен, иә. Жалпы, олар менің бірінші үміткер емес екенімнің себебін осылай дәлелдеді. Неліктен мен атау үшін күреспеймін? Өйткені бұл оларға бірінші Париге береді. Мен Царукянмен төбелесуді ұсындым. Олар жоқ деді. Олар менің Чарльзбен төбелескенімді қалайды. Егер сіз өзіңізді олардың орнына қойсаңыз, маған қатысты мағынасы бар, жалғыз нәрсе болуы мүмкін, UFC мені медиада көтергісі келеді. Мен әлі кішкентай брендпін, ешкім емеспін. Мен өзімді әлеуметтік желілерде насихаттамаймын. Жалпы өзімді жекпе-жектен басқа жерде насихаттамаймын. Мүмкін олар менің Чарльз Оливейрамен төбелескенімді қалайтын шығар. Сондықтан мен көп танымал болуымды қалады. Мен солай ойладым. Жарайды. Егер Чарльз болса, онда Чарльз. Ақыр соңында мен үшін әр жауынгер, бұл басқа. Мен ондай емеспін. Міне, қарғыс атсын. Бұл жігіт өте жақсы. Мен одан аулақ болуым керек. Немесе бұл жігіт проблемаға айналады. Жоқ, олардың бәрі мен үшін бірдей.
қарапайым, сіз жай ғана гейм планыңызге, жаттығуларыңызға түзетулер енгізесіз, бұл солай. Бірақ барлық қарсыластар мен үшін бірдей, мен үшін ешқандай айырмашылық жоқ. Жалпы, көп жағдайда бұл кездесу осындай болды. Біз аяқтап, сыртқа шыққаннан кейін мен кететін болдым. Және Дейнаның әлі телефонмен сөйлесіп тұрғанын көрдім. Мен әңгіме қызу болды деп айтпас едім, бірақ бірдеңе болды. Сөйлескеннен кейін ол маған келіп, менің сәттілігім жоқ, және бәрі туралы айта бастайды. Бірақ Дейна менің Трамптың үлкен жанкүйері екенімді біледі. Біз Трамп пен UFC туралы 287 туралы айта бастадық. Мен оған шынымды айттым. Менің ойымша, бұл олардың ең жақсы шоуы болды. Мен олардың бүкіл өндірісіне, барлық медианы, оқиғаларды қалай өткізгеніне және UFC-ге қатысты барлық нәрселерге қарадым. 287 керемет болды. Мен оларға айттым, ол бұл өте керемет болды. Сосын ол қарғыс атсын, барайық, мен сенімен сөйлескім келеді. Мен өте жақсымын. Біз сахна артында жүрміз, және ол маған Трамппен жасаған барлық медиа оқиғаларын көрсетеді. Менің ойымша, олар керемет. Қысқасы, бір түрлі болды. Алдымен менімен бірге Хантердің бетіндегі жаман полиция қызметкері, содан кейін Дейнаның бетіндегі жақсы полиция қызметкері болды. Міне, осындай кездесу болды. Мен әрқашан барлығына Дейна туралы мынаны айттым. Мен ол қабылдаған барлық шешімдермен келіспеуім мүмкін. Бірақ ковид кезеңі болған кезде Дейна UFC-ді сақтап қалды. Бұл маған отбасымды асырап қана қоймай, сонымен қатар үздік үміткер болдым. Мен ковид кезінде үздік бестікке кірдім. Мен ковид кезінде 3 жекпе-жек өткіздім. Бұл басқаларға қарағанда әлдеқайда көп. Сіз олардың айтқанын айттыңыз, Пуарье оларға бірінші нөмірлі үміткер. Егер сіз Чарльзді ұрсаңыз, олар сізге қазан айында титулды беруді жоспарлап отыр ма? Немесе олар бұл болмайды деп айтып жатыр ма? Себебі мен үшін адамдар өздерінің виллаларын не болатынына байланысты дайындап қойған. Маған ұнайды, мен әрқашан бүлік болса, суретке түсемін деп айтатымын. Негізінде, олар айтты, мен Чарльзді ұрғаннан кейін мен бірінші үміткер боламын деген. Содан кейін олар, егер Чарльз қайтадан түсірілсе, маған бәрібір титулды беретінін айтты. Бұл керемет, бірақ содан кейін мен төбелесу үшін қазан айына дейін күтуім керек. Міне, осындай істер. Бірақ егер біз титулдық тақырып туралы айтатын болсақ, онда мен келісемін. Тағы не? Негізінен бәрі. Міне, олар маған кепілдік берді. Бүгінгі күн жаңалықтары осы. Каналға жазылып лайк қоюды ұмытпаңыздар. Келесі жүздескенше.